Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен Сәриева Сеткүл. Қуат ал клиникасында жұмыс жасаймын. Қуат ал клиникасының жаңағы іргетасын қалаушы 30 жылдан аса уақыттан бері. Енді қазір сіздерге бізге қалай келесіздер? Кейбіреулер жазады, рас қой, жазуға тиіс. Жаңағы YouTube каналында, Instagram, TikTokта барлығында жазып жатады. Сізге қалай барамыз? Сізді қалай табамыз дейді. Менің адресімнің барлығы тұр. Жазулы тұрады осы жерде, телефон тұрады. Одан кейін бізге қалай келу керек десе, бізге алдыменен WhatsApp-қа жазыласыздар. WhatsApp-қа жазыласыздар. Өзім тіптен WhatsApp-қа кейде жауап беремін. Көмекшілерім жауап береді. Біздерге келу үшін 1-2 күн бұрын жазыласыздар. Біз WhatsApp-қа жазғаннан кейін сіздерге уақытын белгілеп беріп айтамыз. Содан кейін барып келесіздер, келіп біздің қабылдауымызда боласыздар. Одан кейін қабылдағаннан кейін барып сіздерді 8 күндік емге жібереміз. 8 күн, бізде курс лечениеміз 8 күн болады. 8 күннің ішінде содан кейін тағы да бір айта кететін жағдай. Сіздің мысалы иығыңыз ауырды дейік, я болмаса тек қана асқазаныңыз ауырды дейік. Біз жалғыз иықпен асқазан демдемейміз. Бізде менің өзім авторский емім, комплексный ем береміз. Адам комплекс, мысалы машина бұзылып қалды дейік. Оның бір майын ауыстыру үшін фильтрін ауыстырасың, тағы бір декесін ауыстырасың ғой. Сол сияқты ғой адамда. Сондықтан адамды комплексный ем жасағанда өте пайдалы болады. Пайдасы емделген адамға пайдалы болады. Сондықтан мен комплексный лечение жасаймыз. Сол біздің жаңағы ем түрімізге жатады. 8 күн курс лечения. 8 күннен кейін кейбір кісілер болады. 8 күн міне емделдім мен. Ана елге барып емделдім дейді, ары қарата өзінің өмірін жалғастыра береді. Ана аурудың ыңғайына қарата ауруды емдейін, ары қарата демейді. 8 күнде ауру жазылмайды, естеріңізде болсын. Ол айналайын-ау. Көптен ауырған ауру дейік. Ол көптен ауырғанды жұлып тастамаймыз ғой. Ол тікенді жұлып тастасаң да орны солқылдап ауырады. Ал ауруды емдеу үшін кәдімгідей емдеп 8 күндік ем бергеннен кейін ары қарата айтқан рекомендацияны тыңлау керек болады. Ары қарата өмірін ауырмайтындай етіп жалғастыру керек болады. Сонда ғана сіз жазыласыз. Соны 8 күн ішінде мен жазылып кеттім. Маған келеді. Докторға бардым дейді. 10 күн емді алдым, больницаға жатып шықтым. Қайттан ауырдым дейді. Көрдіңіз бе? Қайттан неге ол ауырады? Оны емдеп жіберді. Ол ары қарата өзіне өзі қараған жоқ. Мысалы, кішкентай балаларды айтайық. Кішкентай балаларды айтайық. Бронхит болып, менің алдыма көп келетіндердің бірі бронхит болып ауырғандар. Обструктивный бронхит болады, жөтел болады. Больницаға бір түскеннен кейін, бір түстік үйге келгеннен қайта ауырды, қайта түстік, қайта ауырды, 3 рет 4 рет больницаға жатады. Енді айналайын, больницаға жатты. Бронхитті міндетті түрде витамин салды және антибиотик берді. Антибиотик берген кезде сіздерге ескерткім келеді. Антибиотикті алғаннан кейін сіз реабилитация жасауыңыз керек. Антибиотик сіздің ауруыңызды тоқтатып берді, ал бірақ басқа органыңызға әсер етті. Көрдіңіз бе? Сондықтан артынан реабилитация керек болады. Ал реабилитацияға бізге келуге болады. Бір больницаға жатып шыққаннан кейін, мысалы, білмеген болса маған келгенді больницаға жатты дейік. Ол бала қайталамас үшін реабилитация алу керек болады. Реабилитацияны қалай жасайтын бізге келгенде біз айтатын боламыз. Тағы да айтамын, неге айтпайсың бірден дейтіндерге? Тағы да айтамын. Өйткені ол қандай жолы, оны қалай реабилитация жасау керек, қандай жағдайда бала, болмаса үлкен кісі, соған байланысты болады. Ауруларды мына сіздерге ескертемін. YouTube-тен аурудың емін неге жазбайсың деп ұрсатындар маған көп. Сонда бірі әрине рахмет айтатындар өте көп. Оның ортасында 5 саусақ бірдей емес қой, мына 5 саусақ, көрдіңіз бе? Түрлі-түрлі. Жаңағы ауру неге айтпай қақылдап отырсың дейтіндер болады. Қақылдап отырсың дейтіндерге айтатыным, әркімнің ауруы әртүрлі болады. Сондықтан әркімнің ауруына қарата ем беруге болады. Құрметті менің оқырмандарым, сіздерге пайдалы кеңес болатын болса, сіздер менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және WhatsApp-қа жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, бір-біріңізге интернет желісінде бөліссеңіздер де болады.
Сонымен мен сіздермен әрқашанда бірге боламын. Аман сау болайық.